Менің есімім Азамат. Қазақстанның солтүстігіндегі кішігірім қалашықтан боламын. Ер жеткенше ата-анаммен бірге тұрып келдім. Менің әке-шешем мінезі қиын, өте қатал адамдар. Олар мені ешкіммен араластырмай, жұмса жұдырығында, ашса алақанында ұстап өсірді. Менің жалғыз досым болатын. Оның ұлты орыс. Есімі Артем. Жалпы біз жақта орыстар көп. Артем екеуміз бірінші класстан бірге оқыдық. Қиындықта жанымнан табылатын жалғыз адам сол еді. Ата-анам барлық мәселені тек ұрыспен, айқай-шумен шешетін. Сондықтан оларға көп нәрсе айтпаймын. Бар құпиямды досым ғана біледі. Артем менен қарағанда әлдеқайда пысық, еті тірі. Мен үйден шықпай жүргенде, ол 14 жасынан жұмыс істеп, қыздармен жүріп үлгеретін. Мен оған қызыға да қызғана қарайтынмын. Қызғаныш болғанда жек көріп жамандық тілемеймін. Артемнің маған ұқсайтын жері ата-анасымен жолы болмағандығы. Әкесі оларды тастап кеткен, ал анасы таза алқаш еді. Тапқан ақшасының бәрін арақ ішуге жұмсайтын. Солай Артем ешкімнің қарауынсыз көшеде өсті. Мен оның еркіндігіне қызығатынмын. Қалаған кезінде қалаған жеріне бара алатын. Ал менің басқан қадамымды әке-шешем қадағалап отырды. Осылай жүріп мектеп бітіріп универге түстім. Артем мектептен кейін оқыған жоқ. Ол 18 жасқа толғанда анасы қайтыс болды. Квартирасында жалғыз өзі тұратын болды. Мен универге түсе сала, әкем таныстары арқылы зауытқа жұмысқа тұрғызды. Сабақтарымды ақшамен жауып жұмыс істеп жүрдім. Айлығым жақсы еді. Бірақ бар ақшамды үй алуға жинаймыз деген ата-анама беріп жүрдім. Жұмыстан шыққан соң Артемнің үйіне бару әдетке айналды. Ақшамыз болса вечеринка жасаймыз. Болмаса әңгіме айтып, кино көріп уақыт өлтіреміз. Бірақ ата-анам әлі де мені қатты қадағалағысы келетін. Бұл жағдай менің ашуыма тиіп, тезірек бөлек шыққым келе бастады. Бір күні досым маған квартира табылғанын айтты. Новый ЖК-дан үй аласың, деді ол маған. Менің ЖК-ға ақшам жетпейді. Жетеді, қара деп Артем маған телефоннан бір домның суреттерін көрсете бастады. Қаланың шетінде құлайын деп тұрған ескі үй бар. Жақында қабырғасы жарылып, аварийный деп танылыпты. Сол үйді сносқа жіберіп, тұрғындарына жаңа ЖК-дан квартиралар береді екен. Қазір осы үйден квартира сатып алсаң, 1-2 айдан соң сносқа кеткенде ЖК-дан тегін квартира аласың, деді. Менің көршілерім солай жасап жатыр екен. Артемнің идеясы маған ұнап барады. Менің жинаған ақшам жетіп қалу керек. Ең бастысы ата-анамды көндіру. Үйге барып әңгімемді бастадым. Күткенімдей олар қарсы болды. Бірақ мен де айтқанымнан қайтпай 4-5 күн дауластым. Ақыры анам менің жағыма шықты. Екеуміз жабылып жүріп әкемді көндірдік. Құлайын деп тұрған үйде пәлен ақшаға алып, алданып қаласың. Ертең сөмірейіп қайта келме деп әкем ақшамды берді. Ертеңіне Артем екеуміз Солдонға квартира көруге бардық. Біз қатарлы жас жігіт апасының квартирасын сатып жатыр екен. Өзі апасымен араласпаған, бұл үйде тұрмаған. Апасы осы квартирада жатып, жүрегі тоқтап қайтыс болған екен. Квартираның жағдайын сөзбен айту қиын. 4-ші этажда орналасқан. Обойлары жыртылған, жиһаздарының бәрі ескі. Лас әрі сасық. Люстра деген атымен жоқ. Ескі лампочкалардың жарығы өте нашар. Дәретханаға отырмақ түгілі кірудің өзі жеркенішті. 1-2 ай шыдасаң болды ғой, ала бер, деді Артем. Мынау шынымен құлайын деп тұрған үй екен. Ұйықтап жатқанда құлап кетсе, көміліп қалам ғой, дедім мен. Тұрмасаң тұрмай-ақ қой, әке-шешеңнің үйінде жүре бер. Бірақ мынаны сатып ала сал, ештеңеден ұтылмайсың. Зато ЖК-дан новый квартира аласың. Әкемнің сөміреп қайта келме деген сөзі есіме түсті. Намыстанып, квартираны аламын деп шешім қабылдадым. Квартираның құжаттарымен жүріп кеш болды. Түнде менің жаңа квартирамда Артем екеуміз ғана қалдық. Ал құтты болсын деп күлді Артем. Құтты болатын квартира емес қой мынау деп мен де күлдім. Сәлден соң Артем қайтуға жинала бастады. Мен де мына жерде қалғым келіп тұрған жоқ. Бүгін сенің үйіне қонсам қалай? Артем басын қасып тұрды да, досым, айып етпеші. Бүгін үйге Оляны шақырып қойған едім, деді. Оля деген досымның жүріп жүрген қызы. Бәрін түсіндім. Осы сасыған үйде қаламын. Артем қайтып кетті. Мен дүкенге шықтым. Дүкен алыстау жерде екен. Бұрын
бұл районға келмеген екен. Дворда жарық жоқ. Дүкеннен қайтып келе жатсам, подъездің алдында бір әйел темекі шегіп тұр екен. Жанынан өтіп бара жатқанда мені тоқтатып алды. Сен кімсің? Кімнің үйіне келдің деп орысша сұрады. Осы үйде тұрамын деп жауап бердім. Маған тесіліп қарап тұрды да, темекісін өшіріп жаныма жақындады. Анна деп қолын созды. Азамат, қанша болды бұл үйде тұрып жатқаныңа? Бүгін көшіп келдім. Сіз ше? Өмір бойы осы үйде тұрамын. Жалпы адамың көп тұра ма бұл үйде? Біздің подъезде сені қоспағанда 2 адам қалдық. Мен 3-ші этажда тұрамын. 5-ші этажда Михаил Алексеевич тұрады. Дядя Миша деп атаймыз. Анна екеуміз біраз әңгімелесіп қалдық. Бір кезде бізге қарай келе жатқан адамды байқадым. Ірі денелі, денесін тік ұстайтын адам екен. Бірақ асықпай жүргеніне қарап, біраз жасқа келген қарт адам екенін түсіндім. Танысық қой. Жаңа айтқан дядя Миша осы, деді Анна. Бізге жақындағанда оның түрі көріне бастады. Шашы толық ағарып кеткен екен. Түрінде біртүрлі көзқарас бар. Біреуден қорқып келе жатқандай, немесе бірдеңені уайымдап, болмаса бір жер ауырып тұрғандай. Түсініксіз. Азамат деп қолымды созып едім, жауап бермеді. Біздің жанымыздан өтіп бара жатып, тек бір сөз ғана айтты. Түнде есігіңді қатты жауып жат, деді. Есік? Мен дым түсінбей қайта сұрағанымда ештеңе жауап бермей үйге кіріп кетті. Мен Аннаға қарасам, ол да дым түсінбей тұр. Кішкене тұрдық та екеуміз үйімізге тарадық. Атаның есік туралы айтқаны ойымнан шықпай қойды. Квартирама келгенде есігіме мән беріп қарадым. Байқағаным, осы үйдегі ең сапалы зат осы есік сияқты. Ауыр, қалың темір есік екен. Осы үйде тұрған апам мына есікті кімнен қорқып орнатты екен? Жатарда сыртқы есікті жақсылап құлыптап, бөлмемнің де есігін тарс жауып алдым. Біраз уақыт ұйықтай алмай жаттым. Мына квартира өте жайсыз екен. Дядя Миша да ойымнан шықпай қойды. Жай алжыған шал ғой деп, өзімді жұбатып ұйықтап кетіппін. Түн ортасында гүрсілдеген дауыстан оянып кеттім. Менің үстімдегі пәтерде біреулер шкафтарды орнына қозғалтып жатқан сияқты. Біреу ары-бері тарсылдап бірдеңелерді тасып жүр. Ақыр соңында бірдеңені сындырды. Сынған ыдыстың дауысы қатты шықты. Мен орнымнан тұрып, қолыма түскен затпен отопленияның турбасын тақылдаттым. Бәрі тыныштала қалды. Одан кейін таңға дейін ешкім шуламады. Таңертең жұмысқа бара жатқанда Аннаны көріп қалдым. Менің үстімдегі квартирада кім тұратынын сұрағанымда дядя Миша деп жауап берді. Шынымен алжыған шал екен. Түн ортасында мебель тасығаны несі деп ойладым да жұмысыма кеттім. Әдеттегідей жұмыстан соң Артемнің үйіне соғып, өз үйіме кеш қайттым. Бүгін аулада жарық бар екен. Тағы да подъездің алдында Анна тұр. Бірақ бұл жолы темекі шегіп тұрған жоқ. Қалайсыз, Анна? Темекіңіз бітіп қалды ма, дедім. Көңіл күйім жақсы еді. Анна жауап бермеді. Маған қарап бірдеңе айта алмай тұрған сияқты. Не боп қалды деп сұрадым. Білмеймін, Азамат, қорқып тұрмын. Неден қорқасыз? Жаңа дүкеннен келіп темекі шегіп тұрғам. Сөйтіп өзімнің үйімнің терезесіне қарап қалсам, кухняда жарық жанып тұр. Бір кезде қайтадан өшіп қалды. Үйде біреу жүрген сияқты. Светті точно өшіріп шықтыңыз ба? Мүмкін электрикасы замыкание болып жатқан шығар. Ескі үй ғой. Білмеймін, Азамат. Сізбен бірге барып тексеріп көрейін ба? Қиын болмаса сөйтейікші. Өтініш. Негізі ол сөзді мен ойланбай, сыпайылық үшін айта салғам. Енді айтқаныма өкініп, Аннамен бірге квартирасына көтеріліп барамын. Шегінерге жол жоқ. Мүмкін үйде ешкім жоқ шығар. Бар болса да шамам жететін шығар. Если что, қалтамда үнемі өзіммен алып жүретін электрошокерім бар. Аннаның есігіне жақындаған сәтте өзімді өте қолайсыз сезіндім. Анна кілтін берді. Өзі сәл төменде тұр. Қазір үйде біреу бола қалса, мені тастап төменге зыта жөнелмекші. Мен одан сайын қобалжайын дедім. Анна іште адам барын точно білетін сияқты. Ол бекер қорқып тұрған жоқ. Осы ойдың бәрі бір секундта миымда зу етіп өте шықты. Есікті жұлқып аштым да бірден дәліздің жарығын жақтым. Дәлізде ешкім жоқ. Үй тып-тыныш. Жайлап кухняға бардым. Басқа бөлмелерінде жарығын жағып қарап шықтым. Ешкім жоқ. Арқамнан жүк түскендей қуанып кеттім.
Аннаға кіре беріңіз деп айқайладым. Отырып шай ішіп кет деген Аннаға рахметімді айтып, өз квартирама кеттім. Арада шамамен 1 сағат уақыт өтті. Мен ноутбуктан сериал көріп отырғанмын. Бөлмемнің терезесі ашық тұрған. Bir кезде двордан бір әйелдің қатты шыңғырған дауысы естілді. Селк етіп, атып тұрып терезеден қарадым. Аулада ешкім жоқ. Тағы бір рет шыңғырды. Біреу өлтіріп жатқандай ащы дауыс. Осы кезде дауыстың ауладан емес, біздің үйден шығып жатқанын түсіндім. Анна шығар. Бірақ кім? Бұрынғы күйеуі немесе жігіті шығар. Дауыс қайдан шығып жатыр? Аннаның пәтерінен бе? Бірақ пәтерде ешкім болмады ғой. Әлде Анна есікті өзі ашып кіргізген біреу ма? Bir сәтте басымнан біреу бір ұрғандай қаттым да қалдым. Өзімнің жасаған қателігімді түсіндім. Мен ванной комнатаны тексерген жоқпын ғой. Қазір Анна өліп қалса мен кінәлі болам. Осы оймен телефонды алып полицияға қоңырау шалдым. Диспетчер наряд келетінін айтты. Наряд келгенше өзімді қоярға жер таппадым. Терезеден біздің подъездің есігін қарап отырдым. Қылмыскер шығатын болса, суретке түсіріп алайын деп ойлағанмын. Бірақ ешкім шықпады. Полиция да келді. 2 сотрудник менің пәтеріме кіріп, болған мән-жайды сұрады. Мен барлығын айтып бердім. Мен олармен бірге куәгер ретінде Аннаның пәтеріне баратын болдым. Полиция қызметкерлері Аннаның есігін бұзып кірді. Мен ойлағандай-ақ, Анна жуынатын бөлменің еденінде жатыр. Айналаның бәрі қан. Қанның іздері кухняның терезесіне дейін барыпты. Жарақат алған соң көмек шақыруға барған секілді. Тағы бір түсініксіз жайт, Аннаның денесінде ешқандай жарақат жоқ. Барлық қан оның аузынан аққан екен. Одан бөлек тырнақтары да сынып кетіпті. Біреумен алысып төбелескен секілді. Өлімнің себебі қандай екенін полиция бірден анықтай алмады. Қосымша экспертиза жасалатынын айтты. Түсініксіз жайт көп еді. Полиция келгенде есік құлыптаулы. Сонда қылмыскер пәтерден қалай шығып кетті? Терезеден шықсам мен оны көретін едім. Бұл жағдайдан кейін үйде жалғыз қалуға мүлде зауқым болмады. Досымды шақырып алдым. Түн ортасында менің төбемдегі ата тағы шулай бастады. Үйіндегі заттарын гүрсілдетіп бірдеңе істеп жүр. Тағы да сынған әйнектің дауысы шықты. Сәлден соң тынышталып қалды. Төбеңде тұратын көршіңді танисың ба? Түнмен ұйқы бермеді ғой, деді Артем таңертең оянған соң. Сен де естідің ба шулағанын? Қалай естімейсің? Бәрін басына көтерді ғой. Ол дядя Миша ғой. Біртүрлі шал өз сондай. Біртүрлі шал? Анауың таза псих сияқты ғой. Осыны айтты да Артемнің түрі бұзылып кетті. Көзі бақырайып, маған тесіліп қарап қалды. Маған бірдеңе айтқысы келіп тұрғанын түсіндім. Аннаны өлтірген сол шығар, деді Артем. Денем түршігіп кетті. Осы уақытқа дейін неге ойламағанмын? Шынымен солай болса ше. Аннаны өлтірген адам подъезден шыққан жоқ. Демек, 5-ші этаждан 3-ші қабатқа түсіп, шаруасын тындырып, қайтадан үйіне кіріп кеткен ғой. Бәрі сәйкес келіп тұр. Жоғай, ол өзі зорға жүрген шал. Адам өлтіруге күші жетпейді, дедім Артемға. Бірақ өз сөзіме өзім сеніп тұрған жоқпын. Сен сонда да полицияға хабарлас. Бәлесінен аулақ. Артемнің бұл сөздері мені одан әрі ойландырып жіберді. Кеше полиция келгенде олар менен жақында күдікті ешнәрсе байқамадың ба деп сұраған. Мен дядя Миша туралы айтайын деп айтпай қалғанмын. Байғұс шалды босқа мазалап жүрер деп ойладым. Алайда мен байғұс деп ойлап жүрген шал мүлде байғұс емес сияқты. Енді полицияға хабарлассам, неге бірден айтпадың деп өзімді кінәлі қылып жіберетін шығар. Біраздан соң досым үйіне қайтты. Мен тағы да ескі пәтерімде жалғыз қалдым. Түнде тағы да шудан ояндым. Бұдан әрі шыдай алмай полицияға хабарластым. Тағы да наряд келді. Оларға барлығын айтып бердім. Мен ойлағандай-ақ, олар маған дядя Миша туралы бірден айтпағаным үшін ашуланды. Полиция қызметкерлері дядя Мишаның пәтеріне баратын болды. Мен тағы да олармен куәгер ретінде бірге еріп баруым керек екен. 2 полиция қызметкерімен бірге 5-ші қабатқа көтерілдік. Дядя Мишаның есігін тақылдатып біраз тұрдық. Дядя Миша, есікті ашыңыз. Біз полициядан келіп тұрмыз. Сізде бәрі дұрыс па? Басында полиция қызметкері сыпайылық танытып тұрғанмен, сәлден соң шыдамы таусылайын деді. Bir кезде полиция қызметкері екіншісіне қарады.
Сезіп тұрсың ба? Екінші қызметкер мұрнымен ауаны иіскеп көрді де, есікті бұзып кіреміз деді. Мен бұл екеуінің не сезгенін түсініп тұрған жоқпын. Олардан сұрағанымда өліктің иісі деп жауап берді. Неге екенін білмеймін. Мен ешқандай иіс сезген жоқпын. Әлде бойым үйреніп қалды ма? Ақыры есікті бұзып үшеуміз пәтерге кірдік. Бірден көзге түскен нәрсе пәтер өте жинақы екен. Ас үй, ванна бәрін қарап шықтық. Барлығы жинақы, тап-таза. Тек есігі құлыптаулы соңғы бөлме қалды. Полицейскийлар оны да бұзатын болды. Сәлден соң есік ашылды. Бұл көріністі өмір бойы ұмыта алмайтын шығармын. Бөлменің тас-талқаны шығып кетіпті. Жерде сынған әйнектер жатыр. Диванды төңкеріп тастапты. Ал дядя Миша орындықта отыр екен. Көздері ашық, қолдар Аннанікі секілді қан. Орындықтың жанында жерде шаш жатыр. Шалдың қолында да шаштар бар. Дядя Миша өз шашын өзі жұлып тастаған сияқты. Полиция жедел жәрдем шақырды. Олар мәйітті алып кетті. Барлық қағаздарды толтырып болған соң менің кетуіме рұқсат берді. Үйге келіп досыма қоңырау шалдым. Ол телефонын көтермеді. Жуынып шайынып ұйқыға жаттым. Төбемдегі шал жоқ болған соң өзімді қауіпсіз сезіндім. Таңға жуық төбедегі пәтерден бір адамның жүгірген дауысы естілді. Ұйқысырап жатып, енді үйінде жүгіретін болған ба деп ойладым. Келесі секундта түнгі оқиға есіме түсіп атып тұрдым. Тағы да полиция шақырдым. Нарядпен бірге түнде менен жауап алған тергеуші де келіпті. Олар жоғарыдағы пәтерді тағы қарап шықты. Ешкім жоқ. Бірақ біраз заттар орнынан қозғалған екен. Тергеуші қайтып бара жатқанда темекі шегіп сөйлесіп қалдық. Аннаны өлтірген ол шал емес, деді тергеуші. Қалай сонда? Қалай білдіңіздер, дедім мен таңқалғанымды жасыра алмай. Экспертизаның нәтижесі шықты. Дядя Мишаның өлген күніне 3 күн болған. Яғни ол Аннадан 1 күн бұрын өлген, деді. Мына сөзді естігенде басым қатты ауырып кетті. Не болып кетті? Демек, дядя Миша біз Анна екеуміз подъездің алдында танысып тұрған күні өлген ғой. Сонда одан бері оның үйінде шулап жүрген кім? Неге ол маған есікті құлыптап ал дейді? Өлетінін сезген бе? Әлде ол сөзді Аннаға айтты ма? Сонда келесі кезекте мен болып тұрмын ғой. Тергеуші қайтып кеткен соң үйге келіп заттарымды жинадым. Құрысын бәрі. Бұл үйден кету керек. Заттарымды жинап жүріп, астыдағы Аннаның пәтерінен де, үстідегі шалдың үйінен де бір дыбыстар естігендей болдым. Ол дыбыстар шынымен шығып жатыр ма, әлде жай ғана менің фантазиям ба, түсініксіз. Қатты температураң шығып, есімді білмей ауырғандай жағдайда жүрмін. Мына үйде қалсам, мені де біреу келіп өлтіріп кететіндей. Өліп жатқан Анна мен шалдың денесі көз алдыма елестей берді. Жанталасып жүріп телефонымды жоғалтып алыппын. Оны табу үшін сол пәтердегі домашний телефоннан ұялы телефоныма қоңырау шалдым. Соткамды таптым да үйден шығып кеттім. Ата-анамның үйіне барып ұйықтап қаппын. Бірнеше күннен бері алғаш рет тыныш ұйықтадым. Кешке ұйқымнан оянып, қасыма тағы 2-3 досымды алып, ана үйге бардым. Біраз затым қалып кеткен, соларды алып кету керек. Үйге жақындаған сайын күндіз келу керек еді деп ойлай бастадым. Подъездің алдына келгенде менің пәтерімнің жарығы жанды да лезде өшіп қалды. Менде ешқандай күмән қалмады. Менің кезегім келген екен. Бірнеше сағаттан соң Артемнің үйінде есімді жидым. Достарым менің подъездің алдында талып қалғанымды айтты. Олар өздері үйге кіріп, менің заттарымды алып шығыпты. Мен бұған қуанбасам өкінгенім жоқ. Қайта Құдай сақтап қалған шығар. Содан бері ол үйге бармадым. Ол жақтағы пәтерді риэлтор арқылы ойдағыдай сатып жібердім. Бірақ сол үйдегі домашний телефоннан менің смартфоныма үнемі қоңырау шалады. Мен трубканы көтермеймін. Тіпті сол үйді бұзып тастаған соң да анда-санда қоңырау шалып тұрады.